Егер де сіз бірде жерде официально жалданып жұмыс істейтін болсаңыз, зарплатаңыздан 10% пенсионка ұстайды, 10% подоходный налог ұстайды, табыс салығын, және медстраховка 2% ұстайды. Осы жерде табыс салығын қалай есептейді? Табыс салығынан сіз 10% пенсионканы алып тастайды, медстраховканы алып тастайды, және бұл сіздің бірінші основной жұмыс орныңыз болса, сіз имеете право 14 МРП-ні шегерін жасауға. Оны жұмыс орнында заявление жасаңыз болды, стандартты түрде шегерін жасайды. Одан басқа табыс салығын азайту үшін не істеу керек? Одан басқа, мысалға, сіз платный жерде емделсеңіз, ем алсаңыз, мысалы, стоматологияға барып тісіңізді емделсеңіз, содан документті алып, подтверждающий емдеді деген квитанцияңызды алып, бухгалтерияңызға өткізіп, табыс салығын азайтуға болады. Бұл жерде именно емделу. Пластическая операция үшін шегерін жасай алмайсыз. Мысалы, мұрнымды түземел, ернімді үлкейтем, бетімді тартам деген сияқты нәрселерге оларға шегерін жасауға келмейді. Именно емделген үшін береді.